Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшектер, бөлшектерді салыстыру. Оқудың мақсаты жай бөлшектердің құрылуын салыстыру, қосу және азайтуды көрнекі бейнелеу үшін жазық фигуралардың бөлігін және сан сәулесін қолдану. Бөлімдері, алымдары бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Сенің меңгеретінің алымдары не бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруды үйрену. Бүгінгі сабақта біздер Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелеріне тоқталамыз. Осыған дейін сіздер пайыз деген ұғыммен таныстыңдар. Бүтіннің 100-ден 1 бөлігі пайыз табуды үйрендіңдер. Өткен тақырыптарды пысықтау өту үшін бірінші тапсырманы оқулықта орындайық. Бірінші тапсырмада Әлия мен Болат сыныптастарының арасында сендер қандай су ішесіңдер деген тақырыпқа сауалнама жүргізеді. Мәліметтерді диаграммада пайызбен береді. Диаграмма бойынша енді бізге теңсіздік құрастыру қажет. Диаграммаға қарап отырсақ, краннан сүзгіден өткізілген суды ішкен оқушылардың пайызы бұлақтан, құдықтан су ішкен оқушылардың пайызына қарағанда аз екен. Ал енді краннан су ішкен оқушылардың пайызы сатып алынған су ішкен оқушыларға қарағанда көп екен. Енді оқушылар осы диаграмманы пайдалана отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшек деген ұғымды түсіндіріп өтейін. Сауалнамаға қатысқан барлық оқушыны біз 4 бөлікке бөлдік. Әрбір бөлік барлық оқушының бір бөлігі болып саналады. Әрбір бөлік бір бөлшек деген ұғымды білдіреді. Экрандағы жазбаның түрін жай бөлшек деп атаймыз. Ол үшін біздер бөлшек сызығын сызамыз. Бөлшек сызығының үстіңгі жағына бөлшектің алымы жазылады, қанша бөлік алынғаны, ал бөлшек сызығының астына бөлшектің бөлімін жазамыз. Барлығы қанша бөлік екендігі. Оқушылар, енді біздер виртуалды зертханаға өтіп, тапсырмаларды орындайық. Мына тапсырма бойынша біздер бөлшектерді жазу қажет. Бірінші, бөлшек 2-ден 2 деп оқылады. Яғни бөлімі де алымы да бірдей. Ол үшін біздер дөңгелекті 2-ге бөлеміз деген. Бөлімі 2 болғанда 2-ге бөлеміз. Және оның алымы 2 болғандықтан, оның 2 бөлімінде бояймыз дегенді білдіреді. Тапсырмамыз дұрыс орындалды. Келесі, енді бізде 3-тен 2 деп оқимыз. Бізде бөлімі 3-ге тең, сондықтан біз бұл дөңгелекті 3-ге бөлеміз. Міне 3-ге бөлдім. Енді алымы 2-ге тең, сондықтан біз оның 2 бөлігін бояймыз. Тапсырма дұрыс орындалды. Оқулықтағы екінші тапсырма бойынша бізге суреттерді қараңдар, фигуралардың қандай бөлігі боялғанын анықтаңдар деген. Бірінші суретте фигурамызды 4 бөлікке бөлгенбіз, оның бір ғана бөлігі боялған. Сондықтан біз оны 4 бөлікке бөлдік, біреуін боядық, 4-тен 1 деп жазамыз. Немесе бұл ширек деп аталады. Келесі суретте 4-ке бөлдік, оның 2-ін боядық. Сондықтан 4-тен 2 деп оқимыз. Ал келесі суретте, 3-ші суретте 4 бөлікке бөлдік, 3-еуін боядық. Сондықтан бұны 4-тен 3 деп оқимыз. Сонымен 0-ден 1 аралыққа бөлшектерімізді орналастырамыз. 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3. Бөлімі бірдей, 2 бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Яғни біздің берілген бөлшектеріміздің бөлімдері барлығы бірдей, 4-ке тең. Ал алымын қарасақ, бірінші 4-тен 1,
4-тен 2 екеуін салыстыратын болсақ, 4-тен 1-дің алымы кем, сондықтан ол бөлшек 4-тен 2-ге қарағанда кіші дегенді білдіреді. Алымдары бірдей, екі бөлшектің қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады. Мысалға назар аударайық. Бізге берілген бөлшектердің алымдары бірдей, 1, ал бөлімі біреуінде 5, біреуінде 4. Қай бөлім үлкен болса, сол бөлім кіші, яғни бізде 5-тен 1-де бөлімі үлкен, сондықтан ол бөлшек бізде кіші болады. Келесі мысалда алымдары 3-те 3, ал бөлімдері біреуінде 6, біреуінде 7. Яғни қай бөлім үлкен деп тұрғандықтан бізде 7-ден 3-те бөлімі үлкен, сондықтан ол бөлшек бізде кіші болады. Балалар, тағы да біздер виртуалды зертханаға кіріп, бөлшектерді салыстыруды тапсырмалар орындайық. Біздер тұтас боялған дөңгелекті алып, оны 1-де 1 бөлшегімен салыстырайық. Яғни бір бөлшек тұтас, оның тұтас бөлген жоқпыз, және оны түгел боядық. Келесі 3-тен 1 деген бөлшекті алайық. Яғни біздер алған шашымызды 3-ке бөлеміз де, оның біреуін бояймыз. 4-тен 3 дегенді алайық, бөлшекті. Яғни біздер 4-ке бөлеміз, және 3-еуін бояймыз. Тақырыбымызды қорытындылау үшін біздер білімленттің бөлшектерді салыстыру тапсырмаларын орындайық. 7-тен 5 бөлшегінің алымын көрсет. Яғни алымы бізде бөлшек сызығының жоғарғы жағында орналасады. Бұл жағдайда бізде 5. Жауабын тексерейік. Яғни бізге анықтамалар беріп тұр, және жауабының не себеп қалай 5 шығатынды түсіндірілген. Келесі 3-ші тапсырманы орындайық. Ыдыстың қандай бөлігіне сусын құйылған? Ыдысты 4 бөлікке бөлген, оның 3 бөлігіне сусын құйылған. Яғни алымына 3 жазамыз да, бөліміне 4 деген сан жазамыз. Тексерейік жауабын. Шайнек 4 бөлікке бөлініп, 3 бөлігіне шай құйылған, демек ол 4-тен 3 бөлшегін көрсетеді. Сонымен біз бүгін сабақта бөлшек деген ұғыммен таныстық. Алым мен бөлімнен тұратын бөлшек жай бөлшек деп аталады екен. Сонымен қатар сабақтың соңында оқушылар сендерге стикерлерге мыналарды жазуды ұсынамын. Балалар, бос уақыттарында егер тақырыпты еркін түсінбесеңдер, білімленттен пайдалануға болады. Яғни видеоны түсіндірмені көруге болады. Немесе күнделіктен күндегідей бейне сабақтардың ішінен математиканы таңдап, өздеріңе қажетті тақырыпты қайтадан көруге болады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.